Ал келесі функцияның шегін табуға байланысты мына бір есепті қарастырайық. Бізге міне бір ft деген функцияның графигі берілген екен. Енді осы берілген функцияның шектерін табайық. -2-ке ұмтылған кездегі шегін табатын болсақ, ең бірінші көріп отырғандарыңыздай -2-ке сол жағынан ұмтылғанда, бізде оның шегі 0-ге тең. Оң жақты шегі ол да 0-ге тең екен. Демек, онда бұл А пунктінің жауабы бізде неше шығады екен? Лимит t ұмтылғанда -2-ге ft бұл 0-ге тең болады екен. Міне жаңа ғана айтып өткеніміздей, сол жақты шегі 0, оң жақты шегі 0. Демек, онда сол нүктедегі шегінің мәні сол екі шектің мәніне тең болады екен. Ал енді келесі -1-ге ұмтылғандағы шегін есептейік. -1-ге ұмтылғандағы сол жақты шегі -1, оң жақты шегі де -1 екен. Демек, онда -1-ге ұмтылған кездегі шегінің мәні бұл -1-ге тең болады екен. Ал енді келесі 0-ге ұмтылғандағы шегін қарастырайық. 0-ге ұмтылған кездегі шегі бұның табылмайды екен. Міне табылмайды. Лимит t ұмтылғанда 0-ге ft. Неліктен? Себебі 0-ге ұмтылғанда, мына 0-ге сол жағынан ұмтылатын болса, қараңыздар міне. Сол жағынан ұмтылғандағы ft-ның шегі бұл -1-ге тең екен. Ал егер t 0-ге оң жағынан ұмтылатын болса, онда бұның шегінің мәні 1-ге тең екен. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, бұл кезде функцияның шегі табылмайды екен. Өйткені сол жақты шегі мен оң жақты шегі бір-біріне тең емес екен. Ал енді келесі -0,5. -0,5-ке ұмтылғанда дейді. Олай болса, мына жерде -2-ден 1-ді табайық. Осы -2-ден 1-ге сәйкес ол міне тұр. Сол жақтан да оң жақтан да ұмтылатын болса, онда бұның шектің мәні көріп отырғандарыңыздай -1-ге тең. Демек, онда сол нүктедегі функцияның шегі -1-ге тең екен. Ал бұл 0-ге ұмтылған кезде не болады екен? Табылмайды екен. Мынандай кванторды көрсеңіздер, бұл табылмайды дегенді білдіреді. Ал мынандай квантор бұл табылады деген сөз. Яғни ағылшынша exists, табылады. Ал мынадай төңкерілгенді көрсеңіздер, бұл all, яғни кез келген дегенді білдіреді екен. Сонымен b нұсқасының жауабы -1 шықты. Міне -1-ге ұмтылғанда. Ал а нұсқасының жауабы -2-ге ұмтылғанда 0 шығады екен. Сонымен міне графикке қарап функцияның шегін анықтау барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын.